Біз театр студенттерге рухани азық беретін мекендердің бірі. Мен қазуды күн шуақты күнге теңеймін, себебі жылда оның шуақтары бізге білім ретінде таралуда деп білемін. Альма-матер. Атап айтатын болсақ, 85 жылдыққа 85 қайырымды жобасы және мына жаңында салынған қазудың жолында қазу арбаты ұйымдастырылып жатыр. Және керемет, яғни студенттерге қызмет көрсету орталығында әр жұма сайын сағат 4-тен 6-ға дейін ашық микрофон кез келген адам барып, сол жерде өз өнерін көрсете алады. Мен үшін қазудың рөлі өте керемет. Қазу дегеніміз бұл мүмкіндіктер мекені. Қазу 220-ші орынды иеленді. 2018 жылы сәуір айында ашылған болатын. Универ КЗ. Факультет бар. Физика техникалық факультеті және де мүмкіндіктер мекені сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағы. Қазу алма бар. Ақпараттық технологиялар факультетіне арнайы корпус. Smart Student Project. Әл-Фараби радио кешені. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түскенім бұл менің ең үлкен жетістігім деп білемін, және осы жақта білім алып жатырмын, оқып жатырмын. Ғалымқайыр Мұхтанұлы. Қазудан түскен әрбір студент ректоратта оқиын деп ойлаған. Шамшидинова Күләш Нағатаевна. 1924 жылы. Мен үшін орны ерекше, ол әрине Нұрлан Қоямай. 2,5 миллион. Жаңа жатақхана күтеміз. Егер сіз мықты маман иесі болам десеңіз, онда сіз Қазақ ұлттық университетін таңдаңыз. Жастар комитеті ұйымы. 16 мыңға жоқ. Өмірбек Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы. Ұлттық құрама. Қазу студиясы. Томирис Қызарқұлова. 180-нен астам. Дәурен Абаев. Мысалы, волейбол, баскетбол, теннис, және күрес түрлерінен дзюдо бар, қазақша күрес, самбо. Осы уақытта студенттер өзінің сүйікті спортпен айналыса алады. Магнитті құрылыс сияқты. 11. Фараби әлемі және Фараби оқулары. Мен үшін қазудағы керемет жоба жалын және жаңа толқын. Қазуда 18 жатақхана. Халықаралық қатынастар факультеті. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті. Сенатқа 10 жыл, Сұрқарға 20 жыл. Грин кампус. Қазудың түсін аспан тектес көгілдір түс деп таңдаймын. Факультет, колледж және әскери кафедра. Ректор Өмірбек Жолдасбековтің кезінде салынды. Лига волонтеров. Қазудың ерекшелігі негізінде студенттерге көптеген мүмкіндік берулер болып табылады, және де осы студентке қызмет көрсету салаларының барлығы осы қазу қалашығында шоғырланған. Олар Зейнолла Қабдолов, Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, Дулат Исабеков. Әлемдегі номері 1 университет. Ғалымқайыр Мұхтанұлы 2010 жылы ректор болды. Құқықтық тәртіп сақтау жасағы. Баллон реформасы. Ұлттық университеті КУЭСПОСта үстемдік белгісіне ие. Қалашықтың қайта құрылысы елбасымыздың қолдауымен жүргізілді. Студенттердің арнамыз кодекстары. Бізде меттерма. 1932 жыл. Айналаны қызырланды 100 кітап жобасы, жасыл қалашы, талапты және мәдениеті.
2034 жылы ашылды. 20 мың студент бар. Жоғары төсбелгімен марапатталды. Қазу әрқашан студенттермен бірге дамиды. Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағы. Қазақ ұлттық университеті.